Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге блогер YouTube каналы. Бүгін біз сіздерге мысықтар туралы қызықты ақпарат айтатын боламыз. Мысықтар үйге және мешітке кіргізілетін жалғыз жануарларға жатады. Және мысықтарды қалай лақтырсаң да төрт аяқпен түседі. Өйткені олардың тепе-теңдікті сақтап тұратын құйрықтары бар. Және мысықтардың мұрттарын қиып тастасаң, иіс сезу қабілеттерінен айырылады және тышқан аулай алмай қалады. Мысықтардың жол кескен кезде адамның жолы болмайды деген сөзге сенбеңіздер. Өзімен өзі өтіп баратқан мысықтың сізге не қатысы бар? Ондай айтқан мақал-мәтелдер болмайтын жағдайлар. Және де мысық өзіміздің Мұхаммед пайғамбарымыздың батасын алған жалғыз жануар болып есептеледі. Және мысықтың көзіне көп тіке қарауға болмайды. Мысық жаныңызға келсе, оны отырғызып алыңыз. Мысық өйткені ауырып тұрған жеріңізге келіп жатады. Мысық өз энергиясымен адамдарды емдейді. Сіздермен бірге болған блогер YouTube каналға тіркеліп қолдау көрсететіндеріңізге рахмет.